таң намазының парызын оқып болғаннан кейін мән беріңіздер. Мына хадис өте құнды хадис. Кімде-кім таң намазының парызын оқып болғаннан кейін ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах сәлем бердіңіз. Уахуа сәнин риджлайхи, әрі екі тізесі бүгіліп тұрды. Қабля ан ятакаллам, еш нәрсе айтпай тұрып 10 мәрте ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хуа аля кулли шайин қадир деп 10 рет айтатын болса, кутиба лаху ашру хасанат, 10 сауап жазылады, ва мухи анху ашру сайят, 10 күнәсі кешіріледі, ва руфиа лаху ашру даражат, 10 есе дәрежесі көтеріледі, ва кана яумаху залика, және сол күні бүкіл жағымсыз нәрселерден қорғанда болады. Ва хуриса мина шайтан, шайтаннан да қорғалады деп жатыр. Валам янбағи ли замбин ан юдрикаху фи залика al-yawmi illa ash-shirka billah. Және де қандай да бір күнә істейтін болса, күнәсі кешіріледі деп жатыр, тек Аллаға серік қосудан басқа дейді. Қараңыз қандай хадис. Осылайынан таң намазын оқып болғаннан кейін жалғыз оқысаңыз да, егер жалғыз оқпасаңыз да, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах, ешқандай сөз сөйлемей тұрып осы дұғаны айтасыз. 10 рет. Қаншама сауап, қаншама пайдалары бар да хадисте.